Арда айтты ғой, арбада сынбасын, өгізді өлмесін. Иә. Котировканы түсініп отырық. Біз армандап 370 демей қояқ. Иә. 300-ге келсек та. Жоқ, болмайды. Окончательный. Тұрека, біз анау Түркістанға бардық қой. Сол кезде 374 теңге болып тұрады копировкада. Сол кезде біз мақта түсіп қойғанбыз. Кеше октябрьдің 5-нен бастап түсе бастады баға. Ливерпульдің бағасы да. Бұл мақта мафиясы емес пе негізі? Мафия ғой. Бұл биржа. Тұрекада негізі жазымен көтерінгі болады да. Ол Пакистанның, Американың, Австралияның мақта егетін мемлекеттер, олар ерте теріп ақ қояды бізден. Именно біздің оңтүстіктің мақтасы терілетін кезде түсіп кетеді. Мансұр бұлай. Ең биржаның соңы августада ең соңғы жаңағы мақтаның биржасы ең төмен сондай болады, одан кейін барып сентябрьда төмен болады, одан кейін барып где-то жылда сол ноябрьдан бастап көтеріле бастайды. Өзі сондай. Дүниежүзілік биржаның сондай өзі. Тенденция сондай да өзі. Анау августтегі төмен түсетіні жұрттың бәрі сатып алады. Уже тоқ болып қалады да. Содан кейін бар төмен түсіп кететін сол рас енді. Содан кейін бар где-то Бұл Түрекада январьдан бастап бұл заводтың басшыларының ерте президент сайлауы келе жатыр. Соған қарсы әрекет істеп жатқан несі ме жоқ? Сол ғой. Қарсы ғой. Болмаса халық, мына ашынған халық бойкот жариялаудан да тайынбайды негізі. Аштық жариялаудан да тайынбайды деп тұр. Мәдениетті бұлай. Мәдениетті отырмыз ғой негізді, Түрека. Бізге шешіп берсін бағаны. Миықтарынан күліп отырмай олар. Қолынан келген істе шаруалар деп отыр олар да. Мен де келіп отырмай, бірдеңе шешпе дейік. Дұрыс қой, сізге рахмет келгеніңізге. Басшыларға айтып жатырмын, завод. Отырған Мейірхан мырза. Түрека тағы бір секірмесең, Нартау көлі. Алғыс алып халықтан. Давай, тағы бір секір. Дұрыс, 300-ден ассақ та болады енді. Секірмесең. Давай жігіттер, сөйтіңдер, ақылдасыңыздар. Елдің бәрі соларға енді, батасын береді бәрі. Нормально. Тұреке, тоқтаңызшы, елдің алдыға микрофон қолыңыздан. Не, бұл жерде қыздың саудасын шығарып атсыздар ма? Не, мына ескек азаматсыздар да, әлемде жаманды 300 құлақ, 350 құлақ, елдің мағазы 370 болсын.